Қайырлы күн 11 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын сабағымыздың тақырыбы экономика және экономикалық жүйелердің типтері деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге мемлекеттердің экономикалық даму ерекшеліктерін талдау үшін экономика және экономикалық жүйе ұғымдарын қолданамыз. Экономикалық жүйелердің тарихи типтерінің белгілерін түсіндіре отырып, оларды жіктейтін боламыз. Экономика термині ежелгі Грекияда шыққан. Шаруашылықты жүргізу тәртібі деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі таңда экономика сөзі өндірістік қызмет және оның нәтижелерін адамдардың өзара айырбастауы, бағаның даму тенденциялары, өндіріс, жұмыссыздық және тағы басқалары, шектелген өндірістік ресурстарды, яғни жер, еңбек құралдары, білімді пайдалану, өнімді өндіру және оны қоғам мүшелері арасында бөлу, өнім өндіруді ұйымдастыру және тұтыну, қаржы, ақша, капитал сияқты бірнеше мағынаны береді. Экономиканың даму теориясы. Ежелгі үнділік ману заңдары қоғамдық еңбек бөлінісінің және қожайын мен бағынышты арасындағы қарым-қатынастың бар екенін айтады. Ежелгі Грекия ойшылы Аристотель экономика сөзін екі мағынаға экономика, өнім өндірумен байланысты табиғи шаруашылық қызмет және хремантистика, ақша мен байлық жинау өнері деп бөліп көрсетті. Ғылым ретінде экономикалық теория капитализмнің бастапқы кезінде алғашқы капиталдың пайда болуынан бастап қалыптасты. Сауданың дамуы экономикалық саясаттағы алғашқы бағыт меркантилизмнің пайда болуына ықпал етті. Меркантилистер байлық көзі сауда мен айналым көлемінде деп есептеді. Олар байлықты ақшамен бағалады. Саяси экономика дамуындағы келесі бағытты физиократтар ұсынды. Олар байлық көзі егін шаруашылығындағы еңбек деп санады. Адам Смит халықтар байлығының табиғаты мен себептері туралы зерттеу еңбегінде экономика ілімін бір жүйеге келтіріп, қоғамдық еңбек бөлінісі туралы ілім жасады. Ол көрінбейтін қол деп атаған бос нарық тетігін ашты. Дэвид Рикардо саяси экономика мен салық салу бастаулары атты еңбегінде тауар құнының шығу көзі кірістің, яғни жалақы, пайда, пайыз, рента негізі болып табылатын жұмысшы еңбегі екендігін айтты. Олардың ілімін Карл Маркс «Капитал» атты еңбегінде қосымша құн теориясымен кеңейтті. Экономикалық жүйе қалыптасқан меншіктік қатынастар мен шаруашылық тетігі негізінде жүретін барлық экономикалық процестің жиынтығы және ұлттық қоғамның белгілі бір ұйымдасқан түрі. Америкалық экономист Самуэльсон әлеуметтік экономикалық түріне қарамастан кез келген экономикалық жүйе келесі үш сұраққа жауап беруі тиіс деп есептейді. Бірінші, нені және қанша көлемде өндіру? Екінші, қалай өндіру? Қандай ресурстар мен технологиялар көмегімен? Үшінші, кімдер үшін өндіру? Өндіріс көлемінің иесі және тұтынушысы кімдер болып табылады? Экономикалық жүйелер төртке бөлінеді: дәстүрлі, нарықтық, жоспарлы және аралас. Дәстүрлі, яғни аграрлық экономика, өндіріс, бөлу және тұтыну процестері ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлер, ғұрыптар мен діни наным-сенімдерге негізделген экономикалық жүйе. Мұнда негізгі өмір сүру көзі ретінде ауыл шаруашылығы мен табиғи ресурстар пайдаланылады. Негізгі сипаттамалары: ауыл шаруашылығының басым болуы, қоғамның негізгі бөлігі егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысады. Қол еңбегі: өндірісте қарапайым құрал-саймандар мен адамның және жануарлардың бұлшықет күші кеңінен қолданылады. Табиғи шаруашылық: өндірілген өнім көбінесе сыртқы нарыққа шығарылмай, өзіндік қажеттіліктерді, яғни жеке тұтынуды өтеуге жұмсалады. Ұрпақтан ұрпаққа берілу: кәсіп пен мамандықты таңдау әдетте әлеуметтік немесе таптық шығу тегіне байланысты болып, атадан балаға мирас болып қалады. Баяу даму: жаңа технологияларды енгізу өте баяу жүреді, өйткені қоғам ескі әдет-ғұрыптарды бұзғысы келмейді.
артықшылығы: табиғатпен үйлесімділік, экологиялық таза шаруашылық және экономикалық дағдарыстарға төзімділік. Кемшілігі: өнім көлемінің шектеулі болуы, артық өнімнің жинақталмауы, ғылыми-техникалық прогрестің артта қалуы және табиғат апаттарына қатты тәуелділік. Дәстүрлі экономика адамзат тарихындағы ең ұзаққа созылған жүйе болып табылады. Қазіргі таңда әлемдік экономиканың негізін индустриялық және постиндустриялық жүйелер құрғанымен, кейбір дамушы мемлекеттердің шаруашылықтарында осы жүйенің элементтері әлі де сақталған. Нарықтық экономика бұл өндіріс құралдары мен ресурстарға жекеменшік құқығының үстемдігіне, еркін кәсіпкерлікке, бағаның сұраныс пен ұсыныс арқылы қалыптасуына және мемлекеттің экономикалық процестерге шектеулі түрде араласуына негізделген экономикалық жүйе. Нарықтық экономиканың негізгі белгілері: жекеменшік, өндіріс орындары, жер, капитал және басқа да ресурстар жеке азаматтар мен компаниялардың меншігінде болады. Еркін бәсекелестік: нарықтағы компаниялар ұқсас тауарлар мен қызметтерді ұсына отырып, бір-бірімен жарысады. Бұл бағаны төмендетіп, өнім сапасын арттырады. Баға белгілеу еркіндігі: бағалар мемлекет тарапынан бекітілмейді. Олар тек нарықтағы сұраныс, яғни алушылар қанша алғысы келеді, және ұсыныс, сатушылар қанша ұсына алады теңгерімі арқылы реттеледі. Кәсіпкерлік еркіндігі: кез келген адам заң шеңберінде өз бизнесін ашып, қандай тауар өндіретініне және оны кімге сататынын өзі шешеді. Мемлекеттің шектеулі араласуы: үкімет экономикалық өмірді басқармайды. Оның негізгі міндеті әділ ережелерді бекіту, яғни монополияға қарсы заңдар, құқықты қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Артықшылықтары: тауар мен қызмет түрлерінің көп болуы және тұтынушының таңдау еркіндігі, технологиялық процесс пен инновацияларды ынталандыру, ресурстарды тиімді әрі ұтымды пайдалану. Кемшіліктері: әлеуметтік теңсіздіктің артуы, яғни байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық, экономикалық дағдарыстар мен инфляцияның орын алу қаупі, экологиялық мәселелер мен нарық реттей алмайтын салалардың, яғни білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, мемлекеттік қолдауды қажет етуі тиіс. Қазіргі таңда әлемдегі дамыған елдердің, яғни ақш, Европа елдері, Жапония және тағы басқа елдердің көпшілігі осы нарықтық экономика жүйесі бойынша жұмыс істейді. Алайда олардың көбінде нарықтың кемшіліктерін жою үшін мемлекеттік реттеу элементтері қосылатын аралас экономика моделі қолданылады. Жоспарлы экономика немесе командалық әкімшілік экономика ресурстар, өндіріс және тауарларды бөлу туралы барлық шешімдерді нарық емес, бір орталықтан мемлекет қабылдайтын экономикалық жүйе. Мұнда баға, жалақы және өндіріс көлемі алдын ала бекітілген мемлекеттік жоспарлар арқылы қатаң реттеледі. Жоспарлы экономиканың басты сипаттамалары: мемлекеттік меншік, өндіріс құралдары, яғни зауыттар, фабрикалар, жер мен ресурстар түгелдей немесе негізінен мемлекеттің қарамағында болады. Орталықтандырылған жоспарлау: мемлекеттік органдар, мысалы, Кеңестер одағындағы мемлекеттік жоспар, қандай тауардың қанша көлемде және қандай бағамен өндірілуі керектігін шешеді. Бәсекелестіктің болмауы: нарықтық механизмдер, яғни сұраныс пен ұсыныс, жұмыс істемейді. Кәсіпорындар пайда табуды емес, жоспарды орындауды мақсат етеді. Артықшылықтары: маңызды стратегиялық салалар мен әлеуметтік мақсаттарға, яғни білім беру, денсаулық сақтау, инфрақұрылым, ресурстарды тез жұмылдыру, жұмыссыздықтың болмауы және бағалардың тұрақтылығы. Кемшіліктері: тапшылық, сұраныс пен ұсынысты нақты бағалау мүмкін болмағандықтан, кейбір тауарлардың үнемі жетіспеушілігі орын алады. Ынтаның болмауы: кәсіпорындарда жаңа технологияларды енгізуге немесе өнім сапасын арттыруға қызығушылық төмендейді. Икемсіздік:
экономика тұтынушылардың қалауы мен талғамының өзгеруіне тез бейімделе алмайды. Бұл жүйе бұрынғы кеңестер одағының елдерінде, соның ішінде Қазақстанда кеңінен қолданылған. Бірақ 1990 жылдардың басында бұл елдер нарықтық экономикаға көше бастады. Қазіргі таңда бұл жүйенің элементтері толық немесе жартылай Солтүстік Корея сияқты елдерде сақталған. Аралас экономика бұл мемлекет пен жекеменшік сектордың қатар өмір сүруіне және бір-бірін толықтыруына негізделген экономикалық жүйе. Прозалық тілмен айтқанда, бұл нарықтық еркіндік пен мемлекеттік бақылаудың алтын ортасы. Мұндай жүйеде таза нарықтық экономиканың да, яғни еркін бәсеке, жекеменшік, жоспарлы экономиканың да, яғни мемлекеттік реттеу, әлеуметтік қорғау белгілері мен артықшылықтары біріктірілген. Аралас экономиканың басты белгілері: меншіктің әртүрлілігі, кәсіпорындардың бір бөлігі жеке тұлғаларға, яғни зауыттар, дүкендер, IT компаниялар, ал стратегиялық маңызды бөлігі мемлекетке, яғни теміржол, әскери өнеркәсіп, ғарыш тиесілі болады. Бағаның қалыптасуы: тауарлар мен қызметтердің бағасы негізінен нарықтағы сұраныс пен ұсыныс арқылы анықталады. Бірақ мемлекет өмірлік маңызы бар тауарлар мен қызметтердің, мысалы, коммуналдық қызметтер, әлеуметтік нан, дәрі-дәрмек, тағы басқалардың бағасын бақылауда ұстай алады. Әлеуметтік кепілдіктер: мемлекет салықтар жинау арқылы халықтың әлеуметтік осал топтарына, яғни зейнеткерлер, мүгедектігі бар жандар, жұмысынан айырылғандарға көмектеседі. Тегін білім беру мен медицинаны ұйымдастырады. Кәсіпкерлік еркіндік: жеке тұлғалар заң шеңберінде өз бизнесін ашуға, дамытуға және пайда табуға құқылы. Артықшылықтары: экономикалық белсенділік, нарықтық бәсекелестік кәсіпкерлерді жаңа технологияларды енгізуге және сапаны арттыруға ынталандырады. Әлеуметтік тұрақтылық: мемлекет монополияларды шектейді, жұмыссыздықты азайтуға тырысады және халықты кедейліктен қорғайды. Ресурстарды тиімді бөлу: нарық халыққа не керек екенін тез анықтаса, мемлекет нарық ақша салғысы келмейтін салаларды, яғни ғылым, инфрақұрылым, экологияны қаржыландырады. Кемшіліктері: бюрократия қаупі: мемлекеттің экономикаға тым қатты араласуы жеке бизнестің дамуын тежеп, жемқорлыққа жол ашуы мүмкін. Жоғары салықтар: әлеуметтік бағдарламаларды, яғни тегін мектеп, аурухана, жәрдемақы, осыларды қаржыландыру үшін мемлекет бизнес пен азаматтарға жоғары салық салуға мәжбүр болады. Тапсырма: алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Үйге тапсырма: берілген кестені толтырыңыздар.